Бәріне сәлем. Бүгін 12 қаңтар 2025 жыл. Бүгін аман-есен қайттым Жанарқадан. Осы жаққа ұйықтап қалдым, сағат кешкі 7. Мен өзімше планировать етіп қойғанмын ғой, бүгін келем, үйді жинаймын, киім жинаймын, ертеңге жұмысқа дайындаламын, тамақ дайындап қоямын деп. Ұйықтап қалып, енді оянатқан жайым бар, дүкенге барып кішкене тамақтар алу керек. Алдағы аптаға арнайы. Сондай апдейт. Ерінің бәрі кеуіп тұр ғой, прям. Камерамды ұстап барам ғой деймін деп тұрмын дүкенге. Why not? Бәріне сәлем. Бүгін 13 қаңтар 2025 жыл. Жұмысымның алғашқы күні. Қарағандыда смог, масқара, прям тұман деп ойлайтынмын, шыны керек. Бұл тұман емес, кәдімгідей смог. Арнайы андай маска сатып алу керек те, өйткені иісін айта алмаймын смогтың. Астанадан Қарағандыға кіретін жолда бар ғой, бүкілі көрініп тұрады да, ана жерде. Теміртаудағы заводтардан шыққан түтінді айта алмаймын мен. Соның барлығы бүйтіп көрініп жатыр, камераға түсірдім, бірақ қатты көрінбей тұр. Шын өмірде қатты көрініп тұр ше, тұман сияқты, масқара. Қандай жағдай? Жұмыстағы әріптес Дубайға барып келді де, осындай сыйлық алып келді барлық әріптестерге, осылай арнайы. Әркімге әртүрлі сыйлық әрине. Маған осындай свечка. Үстінен жағады, көрсетемін. Үстіне сіркемен немесе андай. Короче, тұтатып жағып, Дубайдың кейін дүниенің иісі шығады деп. Қалай айтсам екен. Короче, сол осы. Прикольно, да? Өйдемі секунды. Мына коллегаларымның отырысы жақсы емес. Влогқа кетесіңдер. Не деді? Түрлерді көрсетпейіп. 56 атқандарың қараңдар. Бәріне тағы да сәлем. Бүгін влог әлі жүріп жатыр. 13 қаңтар 25 жыл. Жұмыстан қайтып баратын. Даланы қараңдар, қандай қараңғы. Ажны мен бетімде фиксирует на камера, как всегда. Все. Қазір дәріханаға бару керек, алатын заттарымды алу керек. Сосын көремін. Қыздар қауымына арналған видео. Егер де қыздар, сендерде немесе сіздерде қарапайым күнделікті өмірде жағатын дезодорантты жаққан кезде бір тітіркенулер немесе жақпай андай біртүрлі бір сезімді тудырса, аллергия болса немесе осы дезодорантты алуға кеңес беремін. Pronunciation sorry, бірақ мен Вичи деп атаймын. Жаңа аптекаға барып алған кезде Вичай дейма, содан кейін осы дедім. Қазіргі таңда 2025 жыл. Бұл дезодорант гипоаллергенный, түсінгендерім бойынша қазіргі таңда бұл 5100 теңге тұрады, и то жеңілдікпен алған. Негізгі бағасы 7-8 аралығында. Бірақ көпке жетеді, көмегі зор. Сондықтан қыздарға кеңес беремін. Ұлдарға да арнайы бар, бірақ өзім қыз баласы болғандықтан қыздардың қолданатын дүниелерін түсінгендіктен кеңес беріп отырмын. Так, фиксация, как всегда, фиксациямен алысып бітемін. Мен бүкіл блок бойы 1000 рет айтып шығады. Фиксация деп. Міне обед түскі ас уақыты. Барлығы өздері шығып кетті, кейбіреуі тамақтанып, жай серуендеуге кетті, кейбіреуі басқа тамақтанатын жерлерге кетті. Мен енді ғана өзіммен бірге алып келген тамағымды ішіп, ютубтан бірдеңе көріп, сосын ойлап тұрмын, серуендеп қайтамын ба деп. Немесе биологиялық, антропологиялық деген сияқты түрлі салалар бар, оларды да жалпы шолып өтеміз. Мен дүкенге барып, Қасым кітап баспасынан Мағауиннің шығармаларын алғым келіп кетті. Қазақ әдебиеті бойынша биылға жоспар кішкене ой өрісімді дамыту. Себебі ұятта болса айтайын, мен қазақ әдебиетінен өте аз шығарма оқыдым. Биыл соны қолға алып
зейінім ашылды, шыны керек. Ынтам бар оқуға деген. Сондықтан биылғы жылды Мұхтар Мағауиннің шығармаларынан бастасам ба екен деп тұрмын. Маған ұнайды деген үмітім бар, оның шығармалары. Сондай жағдай. Рахмет! Арука Ержерді. Это что? Мен дома... Я не знаю, я сама. Окей. Thanks. Рахмет, әжеке. Так, мило. Еще қарандаш детали қалай жауып қойды аккуратно. Қарандаш қандай ұқыпты қыз бала. Ай, сфотка Арукаға жіберем. Қандай бақыттымын. Мен осылай елеп құрметтейтін адамдарым бар ортамда. Шүкір. Көрейік. Құдай-ай. Не деген ау? Арука. Рахмет. Это так мило. It's so cute. Oh my gosh. Құдай-ай. Қалай? Так мило. Oh my gosh. So cute. Oh! I purple you and Chinese тіліндегі мен түспеймін өкінішке қарай. Бірақ так мило, господи. Ой, рахмет, Арука. Бәріне сәлем. Сіздермен бірге ютуберші Айғаным. Бүгін 14 қаңтар. Кешкі сағат 20:36. Біздің бұрынғы уақытпен негізі сағат 21:37 уже. Anyways, неге мен жиі влог түсіріп кеттім? Ешкім сұрамаса да айтайын. Карта память алғам жақында. Өте көп жететін, сондықтан көрінген нәрседен влог жасап түсіріп жүрмін. Себебі бұл лайфстайл бағытындағы влог. Сонымен бағана түсірген барлығын енді көрсеткім келіп тұр. Бағана айтқан мен Қасым кітап баспасынан кітаптар алып келем деп. Бұл мен English Guru, сонымен қатар қазіргі таңда Chinese Guru Арукадан сыйлық. Бағана көрсеткен барлығын. Aruka, if you watch this, thank you so much, you're so cute and cool. Өйткені маған Қытай тілінде тілек жазды. Бірақ мен қазіргі таңда don't understand, бірақ бұл деген күшті мен үшін дәреже мені елеп, құрметтеп, осындай сыйлық жасап отыр. Бұл 2008-дердің алдында осындай адам болу шүкір. Қалай? 2008-дер осылай құрметтеп атқан өзі шүкір ғой. Шүкір. 2008-дер сыйлық тіпі. Жарайды, жалғастырайық. Мен бүгін алдым Мұхтар Мағауиннің Әйел махаббаты атты әңгімелер жинағын. Сосын Сары қазақ романы. Сосын Төлен Әбдіктің Парасат майданы. Кейін кезде менің зейінім қатты ашылып жүр кітап оқуға деген. Себебі кітап ол әрдайым және әрқашан адамға көмектеседі. Мен андай ойбай көп оқыңдар деп емес, просто жай ғана мен өзімнің қазақ тілінен сөздік қорымды байытып, әдемі, сауатты, ешқандай кірме сөздерді немесе өзге тілдің сөздерін былапыт жалпақ тілмен сөйлегім келмейді. Соны қолға алып, сосын кітап мен үшін, қалай айтсам екен, маған әрдайым әрқашан көмектеседі. Егер де менде ориентир, немесе көп сұрақ пайда болса басында, шын мақтанғаным емес, кітап оқығанда көптеген сұрақтарыма жауап табамын. Немесе әр кітаптың жанры әртүрлі ғой. Кейбіреуі успешный успехты ұнатады, кейбіреуі лирика, роман, махаббат жайында, кейбіреуі детектив, кейбіреуі көркем әдебиет деген сияқты ғой. Мен қазіргі таңда қалғап таңдамайды екен. Маған кітап болса болды. Жаңа ақпараттарға мен қазіргі таңда ашпын. Маған керек. Себебі мен қазіргі таңда тек қоймайды айта бер тавтологиямен. Өзімнің білім деңгейім, сөздік қорым, маған бұл деңгей мүлдем ұнамайды. Мен өзімді
тұлға ретінде дамытқым келіп тұр. Тұлға ретінде дамытуда кітаптың орны ерекше деп есептеймін өз басым. Бұрындары шыны керек мен успешный успех деп бүйтіп бастағам. Ради понтов, крутая, книги читаю, әлем әдебиеті деп ше. Қазіргі таңда қазақ әдебиетіне бет бұрдым. Себебі міне байқағандарыңыздай, немесе байқағандарындай екі сөздің бірінде өзге тілдің сөздерін қосып өте кір сөйлеймін, таза емес та. Қазақша сөйлесең қазақ тілін құрметтеп таза сөйлей айналайын. Орысша сөйлесең орысша таза сөйле, құрметте әр тілді деген сияқты. Ағылшынша сөйлесең таза сөйле, ағылшын тілінде құрметтеу керек сияқты. Мүмкін болашақта кринж ұстаймын осы сөздер үшін. Қазіргі таңда мүлдем кринж ұстамаймын, бөліскім келіп тұр, айтқым келіп тұр, because why not? Сондай жағдай, бұл зейінім менің көпке жетсе екен, кітап оқуға деген зейінім. Себебін бағана түсіндірдім. 5 минут бойы. Сондай жағдай. Егер де кітап оқыған ұнаса оқыңдар, ұнамаса тек көріңдер. Бәрі ұнамаса қалдыра салдар. Никто вас не заставляет. Ешкім сіздерге кітаптар оқыңдар демейді. Просто кітап ол пайдалы дүние. Ешқашан жаман болмайсыңдар. Кітап оқысаңдар. Смотря қандай кітап. Кітап оқыған күшті екен. Бәріне сәлем. Бүгін 15 қаңтар 2025 жыл. Бүгінге жоспар коллегама және жақсы араласатын қызға жаңа жылдық сыйлықтар алайын деп тұрмын. Кеш болса да олар мен енді еңбек демалысына шығып кеттім ғой, сол уақытта маған сыйлықтарын дайындап қойыпты да, жай сюрприз жақсы араласқаннан кейін құрметтеп, елеп сыйлаған түрлері ғой. Сондықтан мен ғана ала бермеймін ғой, энергообмен деген болады. Мен де оларға бүгін сыйлық алам деп жоспарлап тұрмын. Кішкене андай бір сүйкімді, әдемі сондай сыйлықтар. Дүкенге баратырмын сыйлық таңдауға. Сондай жағдай ырымын жасап көрем, жақсы бір сыйлықтар тапсам күшті болар еді. Осындай мини сыйлықтар алдым. Мини-то бұл бокс деймін ба, бокс тайфур, бұл бір пакетикте бір адамға ғана. И то бағасы нормально так стоит. Кәдімгідей вау деп айта алмаймын, бірақ енді адамдар өзінің кәдесіне жаратады деген үміттемін бұл заттарды. Көңіл ғой бастысы. Маған NCT деген топқа қатысты бір сыйлық керек болып тұр. Бірақ білмеймін, не алған. Кажется, жоқ қатты. Может, мынандай милый бірдеңелер алам. Қараңдар, неше түрлі бар екен. Капибар. Ой, вот это капибара. Брелок. Осындай бір милат алдым. Қазір барғанда бәріне анпекинг жасап көрсетем. Анпекинг чек. Дисклеймер ретінде айта кететін дүние, бұл жасөспірім балаға арналған сыйлықтар. Ол осындай сүйкімді дүниелерді ұнатады. Капибара, брелок. Капибара стикері. Ұнатады деген үміттемін. Капибаралар қазір хит қой деп ойлап тұрмын. Білмеймін, өзіме сүйкімді болып көрініп тұр. Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне болып тұрған дүние ғой. Ұнаса екен деген үміт бар. Сосын мынандай мемный стикерлар ұнатады деген үміт бар. Қоймай дейді. Әр нәрсеге үміт бар деп мынандай сүйкімді скотч деймін ба, қалай атайды? Скотч шығар енді. Дұрыс атауы. Сосын мен қазіргі таңда түсіне қоймаймын. Гуруми дұрыс айттым деген үміттемін. Бұл бізде не? Гигиеничка. Мәссаған. Осындай екен. Гурумиді ұнатады деген үміт бар. Тавтология мен әр нәрсеге үміт бар деп отқанға назар аудармаңдар. Бұл да гуруми ма? Гуруми емес бұл. Білмеймін. Бір сүйкімді бірден. Мультик па? I don't know.
ұнатады деген үміттемін енді барлығы ешкімді әдемі сияқты